Сен осы эмоджилерді ағылшынша атай аласың ба? Кеттік. Біріншісі не? Жоқ, surprise деме. Surprise деген тым оңай. Оның орнына astonished деп айт. Екіншісі. Жоқ, ол тек қана happy емес. Happy деген тым оңай. Delighted деп айт. Келесі ұялған кезде жиі қолданылатын эмоджи. Оның ағылшынша атауы embarrassed. Ал бетің қызарғанда ше. Беті қызарғанда оны тікелей аударуға болады flushed face. Келесі оны worried деп атауларың келуі мүмкін, бірақ оның орнына anxious деп айтсаңдар әдемі болады. Соңғысы жоқ, ол angry емес. Angry деген too simple. Angry'дің орнына furious деп айтсаңдар